Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ащы бұрыштардан жасалған ерекше самсаның рецептін көрсетемін. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осылай ащы ұзынша келген бұрыштарымызды ішін тазалап дайындап алатын боламыз. Бұрыштарымыз жіңішке ұзынша болғаны дұрыс, себебі сол кезде әдемі көрінетін болады. Келесі кезекте осы бұрыштардың ащысын алу үшін 2 сағат суға 2 ас қасық тұз салып батырып қоятын боламыз. 2 сағатқа. Келесі кезекте бізге ет керек болады. Етіміз 300 грамм етке 1 ас қасық майонезімізді салатын боламыз. Одан кейін 1 жұмыртқамызды салып, келесі кезекте керегінше өзіңізге ұнайтын бұрыштарды немесе тұз бұрыш, қара бұрыш, қызыл бұрыш немесе кинзаны салсаңыздар болады. Одан кейін 2 пиязымызды ашып алып, оны блендерден өткізіп, майдалап өткізіп, осылайдан салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы суға қойып қойған перецтерімізді 3-4 сағаттай ұстасаңыздар, ащылығының барлығы кетіп қалатын болады. Мінекей біздің перецтеріміз дайын. Енді олардың ішінде осылай фарштардың барлығын жайғастыратын боламыз. Фарштарымызды ащы болып қалады деп уайымдамаңыздар. Барлық ащысы шығып кететін болады. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді кезекте қатпарлы қамырымызды жайып алатын боламыз. Қатпарлы қамырды сатып алсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Қатпарлы қамырды осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. 4 бұрышты болғаны дұрыс. Қазір бізге кескен кезде ұзынша қамыр қажет болады. Мінекей осылайынан кескішпен арнайы кесіп алатын боламыз. 1 сантиметрдей болғаны дұрыс, қатты үлкен болмасын. Кесіп алғаннан кейін, содан соң перецтерімізге осылай қамырды сыртын орап шығатын боламыз. Самсамыз өте сочный, дәмді, ерекше, көрінісі өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде қонақтар келгенде өздеріңіздің үйдегі жандарыңыздың барлығын қуантып жасап көрсетіңіздер. Мінекей гипстелген перецтеріміз дайын болды, бұрыштарымыз. Осылай барлығын әдемілеп орап шығатын боламыз. Видеода қалай оралғаны көрініп тұр деп ойлаймын. Қараңыздар, бірін кетін бірін орап жатырмыз. Мінекей барлығын орап әдемілеп гипстеп алдық перецтерімізді. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып алып, оның үстінен күнжіт пен макты араластырып, осылай сүйеп шығатын боламыз. Не үшін күнжіт пен мак? Себебі көрінісі қара мен сары күнжіт әдемі көрінеді піскен кезде. Сондықтан солай. Міне қараңыздар, өте әдемі көрінісі ерекше болып пісіп шықты біздің бұрыштан жасалған самсаларымыз. Осылай кесіп қараған кезде ішінің өзі әдемі ерекше болып тұрады. Міндетті түрде үйдегілеріңізге жасап, қонақтарыңызға жасап, қуантып, ерекше самсаларды жасаудан бірінші болыңыздар.